берілген санның квадратын қалай оңай табуға болады? Мысалы, 49-ның квадратын табайық. 4-тің квадраты 16, 9-ның квадраты 81. 4 пен 9-ды көбейтсек 36, оны 2 еселейміз 72. Сандарды дәл осылай орналастырып қосамыз. 1-дің өзі түседі, 8-ге 2-ні қоссақ 10, 0 түсті 1 ойда, 6-ға 7-ні қоссақ 13, ойдағымен 14, 4 түседі 1 ойда, 1 ойдағымен 2. Демек 49-ның квадраты 2401-ге тең. Тағы бір мысал, 81-дің квадратын табайық. 8-дің квадраты 64, 1-дің квадраты 1, оны 2 таңбалы сан етіп жазамыз, 0, 1 деп. 8-ге 1-ді көбейтеміз 8, оны 2 еселейміз 16. Қосамыз, 1-дің өзі түседі, 0-ге 6-ны қоссақ 6, 4-ке 1-ді қоссақ 5, 6-ның өзі түседі. Демек 81-дің квадраты 6561. Енді 3 таңбалы санның квадратын табайық. 2-нің квадраты 4, оны 0,4 деп жазамыз, 9-ның квадраты 81, 4-тің квадраты 16. Енді 2-ге 9-ды көбейтеміз 18, оны 2 еселейміз 36. 9-ға 4-ді көбейтеміз 36, оны 2 еселейміз 72. Ең соңында 2 мен 4-ді көбейтеміз 8, оны 2 еселейміз 16. Сандарды осы ретпен орналастырып қосамыз. 6-ның өзі түседі, 1-ге 2-ні қоссақ 3, 1-ге 7-ні қоссақ 8, оған 6-ны қоссақ 14, 4 түседі 1 ойда. 8-ге 6-ны қоссақ 14, оған 1-ді қоссақ 15, ойдағымен 16, 6 түседі 1 ойда. 4-ке 3-ті қосамыз 7, ойдағымен 8, 0-дің өзі түседі. Демек 294-тің квадраты 86436. Математиканы ең қызық жолдармен түсіндіремін. YouTube каналыма тіркелуді ұмытпа.